Жақсы болады ғой, короче. Ал келесі постройкамызға кеттік. Міне 4-ші постройкамызға да келіп жеттік. Бұл жай ғана қарапайым десе де болады. Бұны бәрі білуі де мүмкін, білмеуі де мүмкін. Мен өзім осыны жаңа біліп жатырмын. Ал кеттік. Мынандай саламыз, забор. Сосын мынандайды қоямыз, өйстіп, екі жағына қойып аламыз да, ортасына біреуін қоямыз. Міне, әдемі кетті, қараңыздаршы. Қандай әдемі, мынау үлкен, мынау кіттей, мынау да кіттей болып тұр. Алсын қойларымызда өйс қойларымызға болады. Келесі постройкаға кеттік. Енді келесі постройка бұны біледі деп ойлаймын, немесе білмеуі де мүмкін. Кейбіреулер портал краяны дұрыс қолдана алмайды. Дракон айдаһарға баратын порталды жасай алмайды. Бүйтеміз. Бір орында тұрып аламыз. Сосын өсіп саламыз. 1, 2, 3. Сосын бұрыламыз. Түк қозғалмаймыз, достар. 1, 2, 3. Сосын бұрыламыз. 1, 2, 3. Сосын тағы бұрыламыз. 1, 2, 3. Қойып шығамыз. Енді осылай тұрып 1, 2, 3 деп қойып шығамыз. Әйтпесе бұндай істемейді. Қисық-мисық қойсаңыз да түк істемейді. Міне, достар, портал края шықты. Портал края шықты. Достар, енді келесі видеода айдаһарды қалай шығару керектігін үйрететін боламын. Осындай жерде қалай шығаратынын айтатын боламын. Мынандай порталдың ішінде емес. Ал енді келесі постройкамызға кеттік. Келесі постройкамыз, енді бұл лайфхак десе де болады. Бүйтеміз, мынандай ағаш өспей атыр, түк өспей атыр. Енді бүйтеміз. Көрдіңіздер ме? Ағаш өсіп кетті. Ағаш өсіп кеткен ғой, достар. Қалаған ағаш болса да болады. Мынандай костная мука деген істенеді. Костная мука. Ал енді біздің келесі постройкамызға кеттік. Енді келесі постройкамыз мынандай ағаш керек. Осы ағашты бүйтеміз. Бүйтеміз. Өйстіп жүреміз. Мынақа дейміз. Немесе кіттей болады десеңіздер, бұдан да биік қылып салуға да болады. Ал 2 рет қазамыз да қоянды шығарамыз. Қоянды шығарған соң оған жіп байлаймыз да, мынаған іліп қоямыз. Сосын екінші қоянымызды шығарамыз. Сосын бүйтеміз да байлап тастаймыз. Сосын байлаған соң бір жағына байлап қоямыз. Сосын бүйтеміз да өйстіп қоямыз. Сосын дайын болдым. Көрдіңіздер ме? Әдемі шықты да. Өздеріңіз қалағандарыңызша сәндеуге болады. Мен өйстіп сәндеп қоямын. Постройкаларымыз әлі де біткен жоқ. Бұл енді ең соңғы постройкамыз. Оңай десе де болады. Бүйтіп үйлеріңіздің алдарыңызға қоюға болады. Үйлеріңіздің алдарыңызға өйстіп қойсаңыздар әдемі кетеді ғой. Әдемі кетеді. Көрдіңіздер ме? Әдемі кетті. Білмегендер болса білетін болады. Мен деген бұны енді білдім ғой.